Біраз уақыт бұрын үкіметте әкімшілік амнистия жайлы сөз қозғалып, 22 миллиард теңге көлемінде айыппұл кешірілетіні туралы айтылған еді. Рақымшылық аясында қарызынан құтылғандар да бар. Жалпы амнистияға нақты кімдер ілікті? Тілші айтады. Ғимаратта 10 топ жұмыс істейді. Әр топқа балаларға арналған қажетті бөлмелері қарастырылған. Сонымен қатар бүлдіршіндердің қауіпсіздігі мен жайлылығы үшін санитарлық тораптар мен душ кабиналары да орнатылыпты. Жоба толық іске қосылғаннан кейін мұнда 25 адам тұрақты жұмыспен қамтылады дейді инвестор. Біз балабақшаны 250 балаға арнап отырмыз. Бұйыртса, ал қызметкерлердің саны 25 болады. 10 топ бар, әр топта ойнайтын жері, ұйықтайтын жері, содан кейін тамақтанатын жерлері, және де жаңа жуынатын жерлері. Кішкентай балаларға арналған умывальник және әжетханалары бәрі сай, балаларға сай, және әр топта душевый кабина бар. Балабақша құрылысы 2024 жылы басталыпты. Қазіргі таңда нысанды соңғы әрлеу және абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал бүлдіршіндерді қабылдау 1 тамыздан бастап жүзеге асады. Құрылыс 2024-те басталды. 2 жылдай болды мына құрылыс жүріп жатқанына. Қазіргі күні инвестордың өзінің жоспары бойынша 1 тамыздан бастап балаларды қабылдай бастайды. Жаңағы біздің ауылда 5000-ға жуық халық тұрады. 5000 халық тұрады. Осы бүгінгі күнге дейін ауылда бір балабақша болатын. Ол ана 125 орындық. Сол себептен мектепке дейінгі балаларды қабылдауға кішкене бір қиыншылықтар туғызған. Жаңа балабақшаның ашылуы ауылдағы мектепке дейінгі білім беру саласындағы орын тапшылығын азайтып қана қоймай, бүлдіршіндерге қолайлы жағдай жасап, жергілікті тұрғындарды жұмыс орындарымен қамтуға мүмкіндік береді. Нысан алдағы күндері ашық есік күнін ұйымдастыруды көздеп отыр. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, 24 News.